Саламатсыздар ма? Менің есімім Аятболов Сұлтанали. 3-ші курс студентімін. Бүгінгі біздің тақырып қоғамдық саяси өмір 20 жылдағы Қазақстанда. 1920 жылы Қазақстанда қоғамдық саяси өмірде үлкен өзгерістер болды. 1920 жылы 26 тамызда Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы Қазақ АКСР ресми түрде құрылған болатын. Бұл кезең Қазақстанның Ресей кеңестік федеративтік социалистік республиканың құрамына қосылуымен байланысты болды. Қазақ АКСР-ның құрылуы қазақ халқы үшін жаңа саяси кезеңнің бастауларын білдірді. Жаңа республика кеңестер билігінің барлық саласында саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени өмірде өз рөлін күшейтті. Қазақ АКСР-ның алғашқы көшбасшыларының бірі Өмірбек Ермеков болды. Ол партиялық және мемлекеттік құрылымды ұйымдастыруға үлкен үлес қосты. Ермеков әсіресе ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіптің дамуына көңіл бөлді. Кеңестік саяси жүйенің Қазақстандағы орнығуына ықпал етті. Оның қызметі халықты жаңа саяси өмірге бейімдеу, экономикалық реформаларды жүргізу және білім мен мәдениетті дамыту бағытында өтті. Сонымен қатар Ермеков жергілікті басқаруды күшейтіп, ауыл кеңестерінің жұмысын өзінің бақылауына алған болатын. Бұл әрекеттер қазақ қоғамында кеңестер билігінің орнығуына жағдай жасалды. Сосын айта кететін жайт, 1920 жылдар мәдени құрылыс үшін өте маңызды болды. Бұл кезеңде Қазақстанда мектептер, кітапханалар, театрлар, кинолар, студиялар мен мұражайлар ашылды. Кеңестер билігі халыққа жаңа білім беру, мәдениетті тарату және өнерді дамыту саясатын жүргізді. Әсіресе ауыл аймақтарында жаңа мектептер мен мәдени мекемелер салынды. Қазақ халқының мәдениеті мен әдебиеті осы саяси өзгерістермен тығыз байланыста болды. Бірақ та жаңа мәдени саясат дәстүрлері өмірмен кейде қайшылыққа келді. Мысалы, ауылдағы дәстүрлі білім беру жүйесі мен жаңа мектеп бағдарламасы арасында өте үлкен қарама-қайшылықтар туындады. Сонымен қатар қазақ тілі мен мәдениеттің дамуын қамтамасыз ету мәселесі өзекті болды. Кеңес үкіметі халыққа білім беру және жаңа мәдени құндылықтарды енгізуге ұмтылды. Бірақ әрдайым оңай болмады, өйткені қазақ халқында оған дейінгі адамдар жаңағы өзгерістер болмады. Оған дейін сол үшін 1920 жылдары қазақ әдебиеті де жаңа бағытқа түсті. Әдебиетте жаңа тақырыптар мен мәселелер пайда болды. Соның ішінде әлеуметтік теңсіздік, жұмысшы мен шаруалардың өмірі, жаңа қоғамға бейімделу, еңбек тақырыптары жазыла бастады. Сонымен қатар революция мен кеңестер билігін қолдайтын шығармалар көбейді. Осы кезеңдегі жетекші жазушылардың бірі Мұхтар Әуезов, сондай-ақ Сәкен Сейфуллин мен Бейімбет Майлин болды. Дәстүрлі эпикалық бағыттар мен фольклор әдебиеті мен толықтай жойылмай жаңа әдеби стильдермен үйлестіріліп отырылды. Қазақ әдебиеті сол арқылы қоғамдық саяси өмірдің өзгерістерін бейнелеп, халыққа жаңа идеяларды жеткізді. Саяси пікір тұрғысынан ерекше назар аударуға тұрарлық еңбек Міржақып Шоқайдың кеңестер билігіндегі Түркістан еңбегі болды.
Бұл еңбекте Шоқай Түркістандағы кеңестер билігін сынға алды. Ол қазақ және түркі халықтарының саяси және мәдени еркіндігі шектелгенін ашық жаза алды. Сонда Шоқай ресейлік кеңестік саяси жүйенің ұлттық қозғалыстарға кері әсерін көрсетті деп есептеді. Еңбегінде Түркістандағы халық қозғалыстарының тарихы мен әлеуметтік мәселелері жан-жақты талданды. Сонымен қатар Шоқай кеңестер билігінің жергілікті халыққа әкелген қиыншылықтарын көрсетті. Оның пікірі қазақ қоғамының ұлттық сана сезімін қалыптастырудың маңызды рөл атқарды. Сонымен қатар 1920 жылдардағы қоғамдағы әлеуметтік құрылымда өзгерді. Ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары реформаланды. Кедей мен бай арасында теңсіздікті жою мақсатында шаралар жүргізілді. Жерді ұжымдастыру мен мемлекетке тапсыру, кооперативтер құру сияқты іс-шаралар басталды. Бұл шаралар кейде халық арасында қарсылық туғызды, өйткені дәстүрлі өмірге терең еніп кеткен дәстүрлермен сәйкес келмеді. Дегенмен бұл кезеңде халық жаңа саяси және әлеуметтік өмірге бейімделуге тырысты. Мәдениет пен әдебиет тек қалаларда ғана дамып қоймай, ауылдық аймақтарда да жетті. Кітаптар, оқулықтар таратыла бастады. Жастарға арналған оқу құралдары жасалды. Театр мен музыка саласында жаңа бағыттар пайда болды. Халық арасында кең таралды. Кеңес үкіметі мәдениет пен білімді дамытуды басты мақсаттарының бірі етіп қойды. Бірақ кейде халық дәстүрлі мәдениет пен жаңа кеңестік мәдениетті теңдестіре алмады. Бұл кейбір әлеуметтік қиындықтарды тудырды. Осылайша 1920 жылдардағы Қазақстанда қоғамдық саяси өмір, мәдени құрылыс, әдебиет пен ұлттық сананың дамуы бірімен тығыз байланысты болды. Қазақ АКСР-ның құрылуы Өмірбек Ермековтің қызметі мен мәдени реформалары мен әдебиеттегі жаңа бағыттар, сондай-ақ Шоқайдың еңбектері қазақ қоғамының дамуына үлкен ықпал етті. Бұл кезең қазақ халқы үшін жаңа мүмкіндіктер мен қиыншылықтарды қатар алып келген тарихи дәуір болды. Қазақстанның саяси, әлеуметтік және мәдени өмірі осы жылдардағы негізін қалаған реформалар арқылы кейінгі кезеңдерге жол ашты. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.